Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын жаппасай тамағын дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Еттің қамыры немесе мантыға қамыр илегендей қамыр илейміз. Қамырды жұқалап жаямыз. Пиязды төрт бұрышты етіп тураймыз. Қызып тұрған майға пиязды қуырамыз. Сәбізді де төрт бұрышты етіп тураймыз. Сәбізді салып 5 минуттай қуырамыз. Фаршты салып 5 минуттай қуырамыз. Bir ас қасық томат пастасын, тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Қайнаған су құямыз. Картопты тураймыз. Сарымсақты майдалап тураймыз. Тамақ қатты майлы болмасы үшін сорпаның бетіндегі майларын сүзіп аламыз. Картопты қосамыз. Суы аз болса тамақпен бірдей етіп су құямыз. Сорпасының тұзы аз болса тұз қосыңыз. Қамырға күнбағыс майын жағамыз. Қамырды кесеміз. Тамақтың отының астын жай отқа қойып, қамырларымызды салып аламыз. Отының астын қатты қойып қайнатамыз. Қайнаған соң астын басамыз. Жай отта 40 минут пісіреміз. Әр қамырды вилкамен ашып аламыз. Тамақты видеодағыдай ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.